Екі иттің достығы. Бұрынғы уақытта дәулеті асқан, судай тасқан, көңілі жай, төртлікке сай бір бай болыпты. Ол байдың төрт көз Мойнақ деген екі төбеті бар екен. Бір күні түс мезгілінде екі төбет өз қызығы өзіне, өз тұрмысы өзіне болып, тамағы тоқ, күн шуақта, үйдің есігінің алдында бір-біріне қарама қарсы жатып өзара әңгімеге кірісіпті. Бұлар жақсылық пен жамандық жағынан сөйлесіп, өз әлдерінше олардың қандай болатындықтарын тексеріп, оны бітірместен жомарттық жағын сөйлесіп, оны бітірместен сараңдық жағына сөз қозғап, бірінің басын, бірінің аяғын шатып, ақырында ырылдасып келіп, араздық пен татулыққа түседі. Сол уақытта тілмәсіп Мойнақ: «Достым төрт көз, осы мен ойлап тұрсам, дүниеде татулықтан жақсы нәрсе бар ма? Осы екеуміздің төбелеспей жүретін күніміз болар ма? Біз жоқ нәрсеге ырылдасып, жоқ нәрсеге таласамыз. Бірімізге біріміз жылы шырайымызды көрсетпейміз, бір ойнап күліп жүрмейміз. Күнде талас, күнде төбелес. Осымен күніміз өтіп барады. Кейде таласқанымыздан екеуміз де айырылып, оны құтпан тартып әкетеді. Бізден басқа жолаяқ, құтпан, бөрібасар бәрі ынтымақшыл. Бірінің аузынан бірі жырып жейді. Ал біз екеуміз де солар сияқты ынтымақ болып, әр нәрсеге таласпай бөліп ішіп, шын досшылыққа көңілімізді берсек қайтеді. Біріміздің қабағымызға біріміз қарап, күннің қалай өткендігін білмей қалатын болсақ қайтеді. Осы сөзіме не айтасың дейді. Сол уақытта төрт көз аяқты көсіліп, құйрықты бұлғаңдатып, қабақты ашып, Мойнақтың сөзін құптап: Достым Мойнақ, мұның әбден айтарлық сөз. Бұны мен де ойлаушым. Осы екеумізге не жетпейді? Тамағымыз тоқ, қайғы дегенді білмейміз. Солай бола тұра түкке тұрмайтын бір нәрсеге таласып, жұлысып жатқанымыз. Расында осы қылығымызды тасталық деп сөзін аяқтайды. Мұның сөзіне Мойнақ та маңызданып, көз тігіп, құйрықты қысып, ал ендеше дос болайық деген сөзді айтуына көмей бір келіп, бір қайтып тұрғанда, дос болғанның белгісі міне деп, төрт көз Мойнақтың мойнынан құшақтай алады. Екеуі бірін-бірі құшақтап аймалап, беттеріне беттерін тигізіп, екеуміздің достығымызды ешкім айыра алмас, тау күйіп таш жанса да, аштан өлсек те тамақ жағынан таласпаспыз деп серттесіп уәделесті. Достық құшақтарын айырса алмай тұрғанда, ас үйден лақтырылған бір майлы омыртқа екеуінің қасына келіп топ ете қалды. Майлы сүйекті көргенде көздері төніп, естері шығып, екеуі де құшақтарын жазып ала ұмтылысады. Тырнақтарымен сүйекті басып, біріне бірі қызғанып, ырылдаса барып, жұлқыласып таласа бастайды. Бірін бірі тістеп тартқан зардабынан жүндері дуда болып аспанға ұшады. Дауыстарын естіп жолдая құтпан бөрібасарлар келіп, әрбіреуін жұлқып, бұрқыраған жүнін одан әрі бұрқыратып, таласқан омыртқаларын бөрібасар алып қашып кетеді. Шуылдаған қой үркіп, қойдың шетінде жатқан қойшылар жүгіріп, иттерді сойылдап жүріп, зор қайырады.